Үйренесіңдер. Балалар, олай болса сабағымызды жығынтақ ойыны арқылы бастаймыз. Ол үшін біз 7 санның құрамын табайық. 7 санның құрамын табу үшін 3 санына қандай санды қосамыз? 3 санның жұбын табамыз. Ойланамыз. 3-ке нешені қоссақ 7 шығады? Дұрыс айтасыңдар. 3-ке 4 санын қоссақ 7 шығады. Келесі сан 6 саны. 6 санның құрамын табу үшін 2 санына қандай санды қосамыз? Ойланамыз. 2 санның жұбы неше болады, балалар? 2 санның жұбы әрине 4 болады. Келесі сан 8 саны. 8 санның құрамын табайық, балалар. 8 санның құрамын табу үшін 3 санның жұбын табамыз. 3-ке нешені қоссақ 8 шығады? Ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар. 3-ке 5 санын қоссақ 8 саны шығады. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Екінші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептейміз. 56 мен 26-ның қосындысы. 56 мен 26 санын разрядты қосылғыштарға жіктейміз. 56 5 ондық 6 бірліктен. 26 2 ондық 6 бірліктен тұрады. 50 мен 20-ның қосындысына 6 бірлік пен 6 бірліктің қосындысын қосамыз. 20 мен 50-дің қосындысы 70-ке тең. 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең. 70 пен 12 сандарының қосындысы 82-ге тең. Балалар, екінші тәсіліне назар аударамыз. 56 мен 26 сандарының қосындысы 26 санның разрядты қосылғыштарға жіктеп аламыз. 2 ондық 6 бірлік. 56 мен 20-ның қосындысына 6 бірлікті қосамыз. 76 мен 6-ның қосындысы 82. Бұл екінші тәсілі, балалар. Енді есебімізді тексереміз. Қандай амалмен тексереміз? Азайту. 82 мен 26-ның айырмасы 26 санын разрядты қосылғыштарға жіктеп аламыз. 2 ондық 6 бірлік. 82 мен 20-ның айырмасынан 6 санын азайтамыз. 82 мен 20-ның айырмасы 62-ге тең. 62 мен 6-ның айырмасы нешеге тең, балалар? Әрине, 56-ға тең. Келесі тәсілі. 82 мен 26 сандарының айырмасы. 82 санын разрядты қосылғыштарға жіктейміз. Бұл жерде 2 саны бірлік, 6 бірлік. 2 бірліктен 6 бірлік азайтылмайды. Сол себепті біз 82 санын 70 және 12 деп аламыз. 26 саны 2 ондық 6 бірлік. 70 пен 20-ның айырмасына 12 мен 6-ның айырмасын қосамыз. 70 пен 20-ның айырмасы 50. 12 мен 6-ның айырмасы 6. 50 мен 6-ның қосындысы 56. Демек, балалар, біздің шығарған есебіміз қандай? Тексеріп көрдік, дұрыс екен. Енді келесі тапсырма. Келесі тапсырма, балалар, өрнектердің мәнін өзіңе тиімді тәсілмен тап. Мен сендерге ойлануға уақыт беремін. 47 мен 26-ның қосындысын есептейміз. Және 91 мен 22 сандарының айырмасын табамыз. Уақыт кетті. 47 4 ондық 7 бірліктен тұрады. 26 саны 2 ондық 6 бірліктен тұрады. 40 пен 20-ның қосындысына 7 мен 6-ның қосындысын қосамыз. 40 пен 20-ның қосындысы 60, 7 мен 6-ның қосындысы 13-ке тең. 60 пен 13-ның қосындысы 73. Балалар, сендерде дәл осылай шығардыңдар деп ойлаймын. Екінші тапсырма. 91 мен 22-ның айырмасы. Сандарды разрядты қосылғыштарға жіктейміз. 91-ді 80 және 11 деп аламыз. 22 санын 2 ондық 2 бірлік деп аламыз. 80 мен 20-ның айырмасына 11 мен 2-ның айырмасын қосамыз. 80 мен 20-ның айырмасы 60, 11 мен 2-ның айырмасы 9. 60 пен 9-ның қосындысы 69-ға тең. Жарайсыңдар, балалар, сендерде де осылай шықты деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші тапсырма. Мәтін есепті мұқият тыңдаймыз. Көркем еңбек сабағында екінші А сынып оқушылары балабақшаға 26 сыйлық дайындады. Екінші Аға қарағанда екінші Ә сынып оқушылары
4 сыйлықты артық дайындады. Екінші ә сынып оқушылары балабақшаға неше сыйлық дайындады? Балалар, есепті түсінген болса, шығарамыз. Балалар, не белгілі? Екінші А сынып оқушыларының 26 сыйлық дайындағаны белгілі. Ал екінші А сыныбына қарағанда, екінші Ә сынып оқушылары 4 сыйлықты артық дайындапты. Олай болса, есебіміздің шешуі. Не істейміз, балалар? 26-ға 4-ті қосамыз. 26 мен 4-тің қосындысы 30-ға тең. Жауабы, екінші Ә сынып оқушылары 30 сыйлық дайындады. Қапшықта 36 қызыл және 26 көк түсті қағаз парақтары бар. Қызыл қағазға қарағанда көк түсті парақтың қаншасы кем? Балалар, есептің қысқаша шартын құрамыз. Қызыл түсті 36 парақ, көк түсті 26 парақ. Көк түсті парақтың қызыл түсті парақтан нешесі кем? Шешуі, 36-дан 26-ны азайтамыз. 10 болады. Жауабы, 10 көк түсті парақ кем. Балалар, бүгінгі сабағымызды кім жылдам ойыны арқылы тиянақтайық. Олай болса, сызбаға назар аударамыз. Бірінші сызбада төменгі бағыт арқылы 65 пен 20-ның қосындысынан 1-ді азайтамыз. Мәні 84. Келесі, енді жоғарғы бағыттауыш сызық арқылы 65 пен 19-ның қосындысын есептейміз. Мәні 84. Келесі сызбаға назар аударамыз. 62 мен 20-ның айырмасына 1-ді қосамыз. Мәні 43 шығады. Енді жоғарғы бағыттауыш сызық арқылы 62 мен 19-ның айырмасын есептеп көрейік. Жарайсыңдар, 43. Келесі сызбаға назар аударамыз. Төменгі сызық арқылы 56 мен 30-ның қосындысынан 1-ді азайтамыз. Мәні 85. Жоғарғы бағыттауыш сызық арқылы 56 мен 29-ның мәнін есептейміз. 85. Келесі сызбаға назар аударамыз. Төменгі бағыттауыш сызық арқылы 81 мен 30-ның айырмасына 1-ді қосамыз. Мәні 52. Жоғарғы бағыттауыш сызық арқылы 81 мен 29-ның айырмасын есептейміз. Мәні 52. Жарайсыңдар. Демек, бағыттауыш сызық арқылы қай бағытта есептесек те, мәні 1 шығады. Жарайсыңдар. Қорытынды. Бүгін сендер ондықтан аттап өту арқылы екі таңбалы сандарды ауызша қосуды және азайтуды үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.